сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда қазақ кино және театр актрисасы Лейло Бекназар Ханинга туралы ақпарат беретін боламын. Ол 1960 жылы 6 ақпанда Алматы қаласында дүниеге келген. Өзінің Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында есімінің қойылу тарихы жөнінде былай деген болатын. Оның анау айтқандай үлкен бір тарихы жоқ. Нағашы ағам, яғни анамның бауыры Қисан ағамның үйінде жиі болатынмын. Тіпті сол үйде өстім десе де болады. Мен туғанда ағам мен жеңгем есімімді Ләйлә немесе Әйгерім қоямыз дескен көрінеді. Сөйтіп, ойлана келе Ләйләға тоқталыпты. Бірақ метрге алуға барғанда байқаусызда Лейло болып жазылып кетіпті. Сол күннен бастап пешенеме осы есім бұйырды. Ал фамилиямдағы Бекназар өз атамның аты, Ханинга жұбайымның тегі. Осылайша Лейло Бекназар Ханинга атандық. Маған кезінде қоймай қалған Әйгерім деген әдемі есім де далаға қалған жоқ. Тұңғыш қызымыз өмірге келгенде оған Әйгерім деп ат қойдық. 1981 жылы Алматы көркем театр институтын драма театры және кино өнері мамандығы бойынша бітірді. 1981-99 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы. 1999 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрының актрисасы. 2002 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы, профессоры, театр және режиссура кафедрасының меңгерушісі. Театрдағы рөлдегі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында ойнаған. Қазақ және әлемдік классика мен қазіргі драматургиядан Айман Шолпан, Мұхтар Әуезовтен Шолпан, Жоғалған дос Ақтанов, Тахауи Ақтанов, Ғалия, Той түні, Баққожа Мұхай Баянның рөлін сомдаған. Мен ішпеген бардама Иран Ғайып Әйгерім рөлін сомдаған. Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры. Қазақ және әлемдік классика мен қазіргі драматургиядан Баня Ағай, Чехов, Елена Андреевна, Тәрчув немесе Алдамшы, Муллер Дарина, Хан мен Тер, Әбдіжамал Нұрпейісов, Ақбала, Қара қыпшақ қобыланды Мұхтар Әуезов Қарлаға рөлін сомдаған. Айман Шолпан Мұхтар Әуезов Теңге рөлін сомдады. Марапаттары мен атақтары: 1996 жылы Қазақстан Жастар одағы сыйлығы, 2001 жылы отандық театр өнеріне және қоғамдық қызметіне сіңген еңбегі үшін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрмет атағы берілді. 2001 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл медалі, 2010 жылы құрмет ордені, 2011 жылы өнертану профессоры ғылыми атағы берілді. 2016 жылы парасат ордені, 2018 жылы театр өнерін дамытуға қосқан ерекше үлесі үшін номинациясы бойынша сахнагер ұлттық театр сыйлығы. Сонымен қатар ол Келінжан телехикаясында Күлімхан рөлін сомдаған. Отбасына келетін болсақ, күйеуі Юрий Ханинга Бекназар 1949 жылы туған, қазақ театр режиссері, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. 3 баланың анасы.